Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Математика пәні 58-ші сабақ. Жаңа тақырыбымыз фигуралар салу деп аталады. Балалар, біз осы уақытқа дейін периметр, аудан деген ұғымдармен таныс болғанбыз. Периметр табу үшін ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейттік. Ал ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейттік. Сонымен қатар кешегі өткен тақырыбымыз тік төртбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп, оны тең 2-ге бөлген болатынбыз. Енді балалар, бүгінгі жаңа сабақ фигуралар салу деп аталады. Біз балалар осы уақытқа дейін ежелгі ата-бабаларымыз сызғыш, қалам сияқты құралдар жоқ болды. Оны бәріміз білеміз. Сол кезде қолдың өлшемін пайдаланатын болған. Яғни сызғыш жоқ кезде балалар тек қана қолды еңбек құралы, еңбек етуші емес. Мысалы, бізде бірінші елі деп жазып тұр, иә? Елі міне мына жер, мына саусақ. Әр саусақ еніне тең. Ол шамамен 2 см деп есептейді. Мынау 2 см, мынау саусақ 2 см деп, яғни елін осылай есептейтін болған. Ал сүйем жатқанымыз бас бармақ пен сұқ саусақ арасындағы қашықтық. Бұл шамамен 15-17 см айтады. Ал сынық сүйем жатқанымыз бас бармақтың ұшы, бас бармақтың ұшы және сұқ саусақтың бүгілген шамамен сүйемнің 4-тен 3 бөлігі, яғни міне былай есептегенде 4-тен 3 бөлігі. Демек, мысалғы сүйем 16 см деп алсақ, ал сынық сүйем оның 4-тен 3 бөлігі. Демек, 16-ны 4-ге бөліп 3-ге көбейтеміз, яғни ол шамамен 12 см болады. Ал қарыс, бұл бас бармақ пен ортан теректің арасындағы қашықтық, міне мынаны айтады қарыс деп. Бұл шамамен 18-20 см. Міне біздің ата-бабаларымыз бұрын сызғыш жоқ кезде осылай өлшеген оқушылар. Енді біз бүгін оқулықтағы анықтамаға қараймыз. Біз бүгін параллель түзулер деген ұғыммен танысамыз. Параллель түзу жатқанымыз бір-бірімен қиылыспайтын екі кесіндіні айтамыз. Енді балалар, оқулығымыздың 5-ші тапсырмасына қараймыз. 42-ші бет, 5-ші тапсырма. Бұнда бізге фигуралы берілген. Бірінші фигура. Ұзындығы белгілі 4 см, ені 2 см. Периметрі демек 12 см. Оны қалай есептедік оқушылар? 4 см-ге 2 см қосып 2-ге көбейттік. Ал ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Демек, бірінші фигура 8 см-ге тең. Енді екінші фигура қараймыз. Бұның ұзындығы 3 см, ені 2 см. Периметрі демек 10 см оқушылар. Ал ауданы 6 см. Енді үшінші фигура, бұл шаршы. Шаршының барлық қабырғалары бірдей дедік. Демек, бір қабырғасы 3 см болса, демек, оның периметрі 12 см. Міне балалар, мына фигуралар қараймыз. Жаңағы бірінші айтып кеткеніміз, мына фигураның периметрі 12 см, ал ауданы 8 см. Мына фигураның периметрі 10 см, ал ауданы 6 см. Енді балалар, 6-шы А тапсырмаға қараймыз. Ербол сымды әрқайсысы 3 см-ден 6 қабырғасы бар фигура шығатындай етіп майыстырды. Бұл фигураны қалай атауға болады? Фигураның периметрін тап. Яғни әрқайсысы 3 см-ден болғанда, демек 3-ті 6-ға көбейтеміз. Сонда бұл фигура 18 см-ге тең.